Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті оқырмандарым. Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге ыстық тағамның түрі маш сорпаның рецептімен бөлісетін боламын. Маштан жасалған сорпа. Каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, үстінен сұйық майымызды құямыз. Бұл жерде мен 60 грамдай құйдым. Сұйық тағамдарға майды көп салудың қажеті жоқ. Жаңағыдай азғантай мөлшерде май құйсаңыздар жеткілікті. Етімізді, содан соң азаған бір сүйегімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Көп қуырмаймыз, жаңағы кішкене сөлі шықса болды. Енді бір сарымсақты ұсақтап турап салдым, және де бір үлкендеу пиязды жартылай сақиналап, жіңішке етіп саламыз да барлығын жақсылап қуырып аламыз. Сәл сарғайып қуырылғаннан кейін үстіне томат пастасын салдым. Сұйық тағамға томат пастасында аз салғандарыңыз дұрыс. Қатты көп салсаңыздар қатты қызарып кетеді. Бір шай қасық көлемінде салып, жақсылап тағы бір араластырып жібереміз. Енді үстіне 4 піштеп туралған қызыл сәбізімізді салдым. Оны да жақсылап араластырамыз. Қуыру уақытысы 1-2 минут қана. Енді үстіне дәмдеу үшін, яғни тұзды саламыз. Және де жаңағы қатырылған болгар бұрыштарын салатын боламын. Кәдімгі балғын жаңағы бұрыштар болса, болгар бұрышы болса, соны салуға да болады. Тағы да бір араластырып жібереміз, және де картошкасын салатын боламын. Картошканы ұсақтап салдым, езіліп кетпейді. Егер сізде езіліп кететін картошка болса, кейін ет қайнағаннан кейін салсаңыздар да болады. Машымызды жуып дайындап тазартып аламыз. 3-4 қайтара жуыңыздар, маш кір болып тұрады. Және де осы машты бір пиала толтырып салдым. Сәл-сәл араластырамыз да бірден артына салқын су құямыз. Қатты көп қуырудың қажеті жоқ. Маш пен ет бірдей уақытта піседі, 1,5-1 сағаттарда. Сондықтан машты осы салқын су құймай жатып салсаңыздар дұрыс. Енді үстінен салқын су құямыз. Өзіңіздің отбасыңызға байланысты суды аз немесе көп құясыздар. Мен осылай көбірек етіп құйдым. Бір жаңағы кесесі қайнағанмен кетіп қалады. Енді толықтай қайнағанша қақпағын жауып қоямыз. Қайнайын деп жатқан кезде қақпағын ашатын боламыз. Және де қатты жаңағыдай бұрқылдап қақпағын толық жауып қоймаңыздар. Сәл жартылай қиғаш жауып қойсаңыздар, майы араласып кетпей, әдемі тынық қайнайтын болады. Енді машымыз піскеннен кейін үстінен күрішті саламыз. Жарты пияладай күріш салдым. Жуып тазартып, енді 15 минуттай қайнатамыз, яғни күріші толық пісу керек. Осылай қайнатамыз. Осымен біздің маш сорпамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тағамның ішіндегі жаңағы машы мен күрішін сұйықтау қылып немесе кішкене қою етіп те жасауға болады. Мендегі мөлшер кішкене бұл орташа көлем болды. Егер сіз қою сорпаны жақсы көретін болсаңыз, көп қып жасауға да болады. Жаңа машын көбірек салып ше. Осымен біздің ыстық тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауызашарға жасасаңыздар болады. Өте жеңіл әрі оңай жасалынады. Және де каналыма тіркеліп қойыңыздар. Видео ұнаса, төменгі жақта поделиться деген бөлім тұр. Соны басып, WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға бөлісіп қойыңыздар. Қазір сіздерге фунчоза салатының рецептімен бөлісетін боламын. Фунчоза салатының рецептімен бөлісемін. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен етті тазартып жуып алып, содан соң видеодағыдай осындай ұзынша тілімдерге бөліп шығамыз. Мендегі ет сиырдың еті, майсыз түрін қолданғандарыңыз дұрыс. Табағымызға сұйық май құйып, қыздырып, содан соң етімізді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуыру уақытысы араластыра отырып қуырасыздар, 5-10 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Осылай жақсылап араластырып отырыңыздар. Етті де жіңішкелеу және де ұзынша етіп турайсыздар. Содан соң қуырылғаннан кейін үстіне жарты пиала, яғни 70 грамм, 60 граммдай салқын су құясыздар. Бір ас қасық соя соусын салдым. Етке жұмсақтық береді және де еттің пісуіне тез әсер етеді. Енді фунчозамызды осылай бөлек ыдысымызға саламыз. Барлық дүкендерде сатады. Сосын үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Мендегі түрі өте жіңішке түрі, сондықтан ыстық сумен жібейді ол. Көкөністерімізді тазартып жуып аламыз. Пиязды осылай үлкен пиязды алдым. Ортасынан бөліп, ұзыншалап турап шығамыз. Содан соң болгар бұрышы 2 түрін қолдандым. Осындай жарты-жарты бөлігінен алдым.
барлығын тазартып жуып аламыз, және де осылай үстінен жаңағыдай ұзынша етіп барлығын жіңішкелеу етіп турап аламыз. Келесі кезекте сәбіз керек болады. Сәбізді корей күшінен өткізіп алдым. Ірі көзінен өткізіңіздер. Егер сәбізін азырақ қалайтын болсаңыздар, аз қосуға да болады. Сосын сарымсақты ашып тазалап аламыз. Және де пиязды салып жақсылап қуырамыз. Кішкене пияз сарғайғаннан кейін үстіне тұз және де жаңағы туралған болгар бұрышын, сәбізді барлығын бірге саламыз. Бұл көкөністерді көп қуырмаймыз. Қуыру уақыты 5 минут араластыра отырып, кішкене ғана сәбіз жұмсарса болғаны. Енді келесі кезекте қиярды тураймыз. Ұзыншалап, оны да жіңішке етіп соломка тәріздес турап аламыз. Келесі кезекте 10 минут ыстық суда тұрған жаңағы лапшамызды, фунчузамызды салқын суға душлаг арқылы жуып аламыз, және де бөлек таза ыдысымызға салып, жаңағы барлығы араласқан табамыздағын салатын боламыз. Не көріп тұрғандарыңызда қатты ұсақталып кеткен жоқ, жаңағы сәбізі кішкене ғана жұмсарса жеткілікті. Содан соң сарымсақты осылай үкіштен өткізіп алдым. Ұсақтап турауға да болады. Сарымсақты толықтай өткізіп болғаннан соң дәмдеуіштер салатын боламыз. Бұл жерде кинза салдым, 1 шай қасық, және де 1 шай қасық сәбіз салатқа арналған дәмдеуіш приправасын салдым. Сосын тағы да паприка салдым. Және де өзіңіздің қалауыңыз бойынша укроп салсаңыздар болады. Осымен біздің салат дайын болды. Жасап көріңіздер. Видео рецепт ұнаса, төменгі жақта поделиться деген бөлім тұр. Соны басып, WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға бөлісіп қойыңыздар. Егер де каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп алыңыздар, рас болсын.